Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін осындай дәмді әрі өте жұмсақ болып шығатын пирожкилер әзірлейміз. Алдыменен менің осы видео рецептімді толық көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Біздің осы пирожкилерімізді әзірлеу үшін жылы сүтімізге тұзымызды, қантымызды және ашытқымызды салып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенге дейін қоямыз. Барлық ингредиент мөлшерін мен осы видео астында қалдырған болатынмын. Ашытқымыз көтерілгеннен кейін осылай ұнымызға құйып, жұмсақ қылып тестімізді илейміз. Дайын болған тестімізді бетін жауып, жылы жерге қойып, көтерілгенін күтеміз. Оған дейін біздің салмасын әзірлейміз. Ол үшін пиязымызды және де картопымызды осылай турап барлығын дайындап аламыз. Дайын болғаннан кейін осындай газде қызып тұрған табамызға зәйтүн майын құйып және үстіне пиязымызды салып қызарғанға дейін қуырамыз. Міне осындай жақсы түске ену қажет. Осыдан кейін үстіне картошкамызды салып және дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Бетін жауып, дайын болғанға дейін отымызды ұстаймыз. Дайын болған салмасын кейін пюре қылып езіп дайындап аламыз. Міне біздің тестімізді көтерілді, ыдысынан түсіріп, осылай жайып, жұқалау қылып жайып аламыз. Және мен кішкентай ғана кесе пайдаландым осындай дөңгелек қылып жасау үшін. Ішіне салмасын салып, бетін жақсылап жауып, пирожкилер жасап шығамыз. Міне дайын болған пирожкилерімізді 5-10 минут бетін жауып, кішкене көтерілгенге дейін қоямыз. Міне майымыз қызғаннан кейін осылай көтерілген пирожкилерімізді салып, екі жағынан қуырып пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирожкилеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, өте жұмсақ болып. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар.